Баршаңызға сәлем, сіздермен Айгерім. Бүгін мен сіздерге осындай қазақша оливьенің рецептісін ұсынамын. Бұл оливьенің ерекшелігі шұжықпен емес, етпен жасалады, сонысымен өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен біз суға піскен картоплымызды кішкентай қылып, төртбұрышты қылып тураймыз. Қатты ұсақ қылмай, осы тура видеодағыдай кішілеу қылып тураймыз. Бұл салатты үйдегі адам санына байланысты жасасаңыздар болады. Мен 2 тәлеңке шығатындай қылып жасаймын. Одан кейін 3 жұмыртқаны тура осы картоп сияқты төртбұрышты қылып тураймыз. Енді тұздалған 2 қиярымызды тураймыз. Қиярды да тура осы картоп пен жұмыртқа сияқты төртбұрышты қылып тураймыз. Ендігі кезекте суға піскен сәбізімізді де тура осылай төртбұрышты қылып тураймыз. Ендігі кезекте піскен етімізді тураймыз. Етті алдын ала тұз салып суға пісіріп аламыз. Бұл салатқа майлы ет жарамайды, осындай қара кесек ет болғаны дұрыс. Барлығын осылай төртбұрышты қылып турап аламыз. Ендігі кезекте бізге кішілеу бір пияз қажет. Пиязды біз төртбұрышты қылмай, осылай ұзыншақ қылып тураймыз. Осылай турап алып, енді салатымызға қосамыз. Ендігі кезекте қалауларыңызша тұз қосамыз, және де қара бұрыш қосамыз. Енді ең соңында майонезімізді қосамыз. Мен үнемі 3 желания майонезін қолданамын. Енді осының барлығын жақсылап араластырамыз. Міне біздің салатымыз дайын болды. Енді әдемілеп тарелкаға саламыз. Міне біздің оливье салатымыз осындай болып шығады. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ең соңында көк шөптермен әдемілеп қойсаңыздар болады. Егер де менің рецепттерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізбен бөлісіп қойыңыздар.